Қазір мына ақиқатты айтсам, көп кісілер отписка жасап кететін шығар. Бірақ енді ащы болса да шындықты айтқым келіп отыр. Жақсылап тыңдап отбасыға қатысты. Кәсіппен айналысып жатқан болсаңыздар, тем более қатысты. Мынандай бар да, сен үйленген кезде қыз бен жігіт болып жүрдің, екеулерің үйлендіңдер, сенің дымың жоқ еді да. Сол қасында келіншегің сен поддержка беріп, сондай бір уровеньге келдің, 35-40-қа жақындадың, бизнесің бар, тірлігің жүріп жатыр, астында машинаң бар, үй салып алдың, жағдайын жасадың, шетелге бардың келіншегіңмен. Біраз тірліктер жасап тастадың да. Бірақ сол моментте шайтан сені әдемі пайдаланады да, бір өміріңе бір әдемі, бір сұлу, бір жас қыз кездесіп қалады да. Сен тұрасың, әйелің айтуға қорқасың, білесің, оның рұқсат бермейтін тоқал алуға. Бірақ әйелің жақсы көресің. Егер айтсаң тоқал аламын десең, әйелің кетіп қалатынын да білесің. Сол түсінбейтінді білесің. Өйткені екеулері махаббатта үйлендіңдер ғой. Нөлден бастап көтердіңдер ғой. Екеулерінің былайша айтқанда көп қиыншылық көргендерің бар. Соның бәрін білесің де, ескере отырып, сөйтесің де әйеліңе шөп сала бастайсың да. Жас қызбен жүріп, сол жылтырлаған чайка дей ма, не дейді ол қыздарды, білмеймін енді. Сондай бір жолға түсесің, әйеліңнің көзіне шөп салып, жинаға барып, үйге келесің. Бұл әйелің баяғыда әдемі емес, второй подбородкасы бар, фигурасы баяғыда емес, 4-5 бала туып тастаған, шәмәл салбыраған, баяғыда қақиып тұрған фигура жоқ. Сөйтесің да анаған қарап ашуланып, жас қыз есіңе түседі, әйелің жасаған қылықтары ұнамайтын, ерін көтереді. Сонымен аласында ұрып тастайсың, әйелің бытышын шығарып ұрасың, жас қызға барып, сол жас қыз сенің қалай көтерілгенді білмейді. Сенің қалтаңдағы ақшаңа, дүниеңе қызығады да, сенімен пока сен күш қуатың барда, сенің қасында әмпай-жампай болып жүреді. Бірақ уақыт өте келе айтады ғой, жизнь бумеранг дейді да. Кім кепіл, ертең ол қыз сені тастап кетер, әйелің қалады, екі ортада өзің ешак болып қаласың, ешак. Сондықтан ер азаматтар, жігіттер, егер осындай болып жүрген болсаңдар, бұндай нәрсені қойыңдар. Сендер әйелдерің емес, Алладан қорқыңдар. Аллах Тағала сенің әрекетіңді, іс әрекетіңді көріп тұр да. Тем более, егер сен қыз бала өсіп келе жатқан болсаң, әлбетте ол сенің басыңа келуі мүмкін да. Сондықтан мен бұл теманы ащы болса да қозғағым келіп тұр. Бұл Қазақстанда өте қатты белең алып жатқан бір дерт та. Көп әйелдер күйеуіне разы емес, сосын бизнесіне сыр бере бастайды, жұмыс жүрмей бастайды, проблемалар болады, машинасы ұрып бастайды, налогтан, мынаяқтан, жан-жақтан проблемалар келеді. Не болып кетті деп өзі түсінбейді, бірақ өзінің жасап жатқан күнәсіне мән бермейді да. Сөйтеді да, ана жас қызбен алданып жүре береді. Мынаяқта әйел сорлап үйінде отырады күтіп. Сосын әйел ажырасамын десе, ажырасуға рұқсат бермейді. Не істейді сонымен? Енді соңында амал жоқ. Семья шайқалады, екі ортада бала шаға қиналады. Сондықтан жігіттер, егер осындай жағдайда жүрсіңдер, ертерек тәубеге келіңіздер.